Сәлеметсіздер ме? 6 сынып оқушылары, бүгін 1-ші тоқсанның 1-ші БЖБ-сы қатынас және пропорция бөлімі бойынша жиынтық бағалау есептерін талдайтын боламыз. Бірінші есеп: 90 санын 8, 2, 5 қатынасында бөліңіз. Сандардың ішіндегі ең үлкенін жазыңыз. 90 санын 8, 2, 5 қатынасында бөлу үшін біз былай аламыз: 8х қосу 2х қосу 5х. Осы сандардың барлығының қосындысы 90. Енді 8х-қа 2х қосамын 10х, сонда 5 қосамын 15х тең болады 90. Х-ті табу үшін 90-ды 15-ке бөлемін. Х тең болады 6. Х-ім 6 болатын болса, мына сандарды таба аламын. 8-ді 6-ға көбейтемін. 8 көбейту 6, 48. 2-ні 6-ға көбейтемін, 12. 5-ті 6-ға көбейтемін, 30. Сандардың ішіндегі ең үлкені бұл 48. Екінші есеп: шамалардың тәуелділігінің түрін анықтап, пропорция құру арқылы есепті шешіңіз. 6 бірдей құбыр арқылы хауызды 24 минутта толтыруға болады. Яғни бассейн немесе қазақша хауыз. Хауызды осындай 9 құбыр арқылы неше минутта толтыруға болады? 6 құбыр арқылы 24 минутта толатын болса, онда 9 құбыр, яғни құбыр саны көп болатын болса, онда бассейн тезірек толады. Демек, бұл бізде кері пропорция. Кері пропорция дегеніміз, бір шаманың мәні артатын болса, керісінше оған тәуелді екінші шамамыз келмейтін болады. Немесе бір шама келмейтін болса, оған тәуелді келесі шамамыз артатын болады. 6 құбыр 24 минутта толтыратын болса, 9 құбыр неше минутта толтырады? Кері пропорция болғандықтан, х-ті табу үшін 6-ны 24-ке көбейтіп 9-ға бөлеміз. 6 мен 9-ды 3-ке қысқартамын. 3, 2, 48, 3, 16. 9 құбыр хауызды 16 минутта толтырады. Үшінші есеп: фигураның боялған бөлігінің ауданын табыңыз. Егер дөңгелектің диаметрі 10 см болса, ал квадраттың периметрі 16 см болса дейді. Ең бірінші дөңгелектің диаметрі, яғни д бізде 10 см. Квадраттың периметрі 16 см. Демек, дөңгелектің радиусы 5 см, яғни 10-ды 2-ге бөлеміз. Дөңгелектің ауданын табу формуласы ол пи көбейту r квадрат. Ал квадраттың периметрі дегеніміз 4 көбейту а. Бұл жерден бір қабырғасын тауып алсақ, а тең болады 16-ны 4-ке бөлемін 4. Бір қабырғасы квадраттың 4 см. Квадраттың ауданы а-ның квадраты, яғни 4-тің квадраты 16. Дөңгелектің ауданын табамын. Пи бізде 3,14. Көбейтемін. 5-тің квадраты 25. 3,14-ті 25-ке көбейтемін. 5 4-тің 20, 0-ін жазам 2 ойда. 5 ойдағы мен 7, 15, 8, 2, 6, 0, 5, 1 ойда 7, 8, 7, 78 бүтін 10-5. Егер дөңгелектің ауданы 78 бүтін 5 болса, одан квадраттың ауданын алып тастаймыз, сонда боялған бөліктің ауданы шығады. S боялған. Дөңгелектің ауданын S дөңгелек деп белгілейін. Квадраттың ауданын К деп белгілейін. Дөңгелектің ауданынан квадраттың ауданын алып тастаймын. 78 бүтін 5-тен азайтамын 16-ны. 62 бүтін 5 сантиметр квадрат. Боялған бөліктің ауданы. Төртінші есепте сіздердің қолдарыңызға
назарларыңызға картаның суреті беріледі, Қазақстан картасының. Қажетті өлшемдерді алып нәтижесін жазыңыз. Яғни сіздерге Алматы. Астана мен Алматының арақашықтығын сызғыш арқылы өлшеп аласыздар. Егер карта масштабы 1/30 миллионның қатынасындай болса, Астана мен Алматының арақашықтығы неше километр? Яғни картадан Астана мен Алматының арақашықтығын сызғышпен өлшеп аласыз. Мысалы, 5 сантиметр болсын делік. Осы 5 сантиметрді біздің масштабымыз 1/30 миллионға қатынасындай. 5 сантиметрді көбейтемін 30 миллионға. 5-ті 30-ға көбейтемін 150 миллион. Бұл бізде сантиметр. Енді сантиметрді километрға айналдыру үшін 1 километрде 1000 метр бар. Бірінші метрға айналдырып аламыз. Ал 1 метрда 100 сантиметр бар. Демек, менде бұл болады. Қазір 2 нөлін алып тастаймын. 1.500.000 метр. Ары қарай 1 километрде 1000 метр бар. Демек, 3 нөлімді алып тастаймын. Мінекей 3 нөлімді алып тастадым. 1500 километр. Астана мен Алматының арақашықтығы 1500 километр. Бірақ сіздер өздеріңізге берілген карта бойынша сызғышты қойып өлшейсіздер. Мен қазір жай ғана шамамен алып тұрмын 5 сантиметр деп. Мүмкін ол сіздерде 6-7 сантиметр болуы мүмкін. Шығару ретін көрсету үшін мен жай ғана 5 сантиметр деп алдым.